Қазақстанда азық-түліктің бағасы күрт қымбаттайды. TikTokта осындай ойлар қазір көп жүр екен. Сол кісілердің аргументтерімен мен толықтай келсем. Қазір сол 3 аргументті сіздерге айтып берейін. Сіздер келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, шешіңіздер. Ең біріншіден коммуналканың бағасы. Көріп жатырмыз, коммуналканың бағасы төмен болғандықтан әртүрлі апаттар болып жатыр дейді біздің үкімет. Сондықтан коммуналканың бағасын қымбаттатады. Коммуналканың бағасы қымбаттаса, онда завод, фабрикалардың да коммуналкасы қымбаттайды. Демек, ол ақша тікелей сол жерден шығатын тамақтың, азық-түліктің бағасын әсер етеді. Бұл бір. Екіншіден, бензиннің бағасы қымбаттайды. Қазір АИ 95 немесе сондай бензиннің тапшылығын көріп жатырмыз. Ол бағасын қымбаттауына әсер етсе, онда азық-түлікті бір қаладан екінші қалаға жеткізудің де бағасы қымбаттайды. Демек, сол азық-түліктің бағасына тікелей әсер етеді. Үшіншіден, қазір Каспий переводпен төлем қабылдауға дүкендерге тыйым салып жатыр. Демек, оларда екі түрлі ғана жол болады. Либо наличка, немесе халық, немесе Каспий QR арқылы қабылдайды. Наличка қазір елдің бәрінде жоқ болғандықтан осы QR арқылы